ағасы, биыл Нұрислам 4-ке толады екен. Өзіміздің асамызда құш құмыра жасайтын орталық ашылыпты. Баламызды тәрбиелік мақсатында сол жаққа апарып көрсетіп қайтсақ қалай болады? Әкесін балайық. Жарайды, барсақ барайық. Қандай қызық бір қыдырса. Асасымы, дегенмесін басымы, бәз ағамыз, жанзуызны. Ата-анамыз бізді өсіріп баптаған, аман жүрсін бауырымыз. Алыстағы аңсаған, берік болсын босағамыз. Отауымыз қосылған, ең керегі тату тәтті. Вау, қандай күшті. Қарашы. Анасым, құмыра дегені. Балам, құмыра деген ертеден ата-бабамыздан келе жатқан үрдіс. Ерте заманда ата-бабамыз саз балшықтан неше түрлі дүниелер ойлап тапқан, құш құмыралар жасаған және оны пайдаланған. Бір жағынан үлкен терапия. Көшпелі қазақ халқының ғалымдар зерттей келе тараз, сарайшық, отырар сияқты қағылардан құш бұйымдарды тапқан. Бұл өнер түрлі ата-бабадан қазіргі ұрпақтарға бізге жетіп отыр. Жаңа ғасыр балаларына көне бұйымдарды қайта жаңғыртуға отбасымызбен мақсат еттік. Қарсы аласың нұрың шашқан күнім. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған, аман жүрсін бауырымыз. Алыстағы аңсаған, берік болсын босағамыз. Мүсінде ол көркем өнер. Қазақта мүсін өнерінің қалыптастырушы Хакімжан Наурызбаев деген атамыз бар. Осы кісі мүсін арқылы Абай Құнанбаев, Шоған Уәлиханов ескерткіштерін мүсіндеген. Баламызды өнерге балау мақсатында шығармашылық орталық әкеліп көрсетіп жатырмыз. Жүрек біздің отбасымыз. Символ ретінде жасаған жүрек ішіне салынған ою қошқар мүйіз. Бұл ою ежелден келе жатыр. Түсіндің ғой балам? Я, әкесін.